Арыс қаласының әкімі Гүлжан Құрманбекова 2021-2022 жылғы жылыту маусымына дайындық шараларын күшейтуді, барлық жоспарланған жөндеу жұмыстарын уақытылы аяқтауды және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, денсаулық сақтау, әлеуметтік саланың барлық нысанының жылыту маусымына дайындығын қамтамасыз етуді тапсырған болатын. Соған сәйкес қаламызда жылыту қазандықтарын дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Қазандықтар қазіргі сәтте мемлекет бюджеті тарапынан 2864 тонна қатты отынмен қамтамасыз етілген. 1,5 ай көлемінде қазандыққа тағы да 770 тонна көмір жеткізіледі. Мамандардың айтуынша 4800 тонна отын қыстан шығуға жеткілікті болады деп жоспарланып отыр. Жылыту қазандықтарының 4-еуі толық дайын болса, 5-ші қазандық енді құрылып жатыр. Негізгі және ішкі орамдық жылу жүйелерін сығымдау жұмыстары аяқталған. Айта кетейік, бұл қазандықтар 10 бюджеттік мекеме және 20 көпқабатты тұрғын үйді жылумен қамтамасыз етеді. Қатты отын 85% жеткізілді. Бізде отып алған компания әкеліп, қалған мына техникалық жұмыстармен 1 айдың ішінде айналысып, қаласа бітіреміз. Қазір мына персоналдар, оператор, мына качегарлер, жөндейтін слесарьлер жұмыс дайындық үстінде. Сосын биылғы кішкене жаңағы су тазалағыш химводочистка дейді, сол системаны қостық. Дизель мен істейтін бір котельнеміз бар, көмірмен істейтін 3 котеліміз бар. 2 котел жаңағы көп қабатты тұрғын үйлерге, біреу офисаға, біреу несіне құрылған дизельмен істейтініміз көктем. Сосын көктем микрорайонда тағы 3 үй пайдалануға берілген. Бір 3 үй 5 этажды үйлер қазір биылғы таңда күзге дейін пайдалануға беріледі. Оғанда жаңағы жоспар жасалынып, жаңа котельный мощностьмен құрылып жатыр. Арыс қаласындағы жылыту жүйесі 54 адамды жұмыспен қамтып отыр. Оның 4-еуі ізгілік қоғамдық қорының тізіміндегі азаматшалар. Балауса Оспан, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.